Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар, құрметті отандастар. Жуырда әлеуметтік желіде ислам дінін қазаққа жат дін екенін дәлелдемекке тырысқан имам молдаларымызды кемсіте көрсетпек болған бір видео жазба жарияланды. Оның сөзіне қарағанда, сол видео жазбаны жүргізіп жатқан кісінің тәңіршілдік ұстанымда екені бірден байқалды. Ислам діні бізге жат дін деп көрсету, пайғамбарға тіл тигізу, оны мазақ қылу, Құранды мансұқтау, бұл сол тәңіршілдердің әдетіне айналды. Сөзінің басында бұл азаматша Құран кәрімнің хақ, шын кітап екенін айтып, Құранда ислам дінін қай ел қабылдау керек, қай ел қабылдамау керектігі туралы айтылған анық, ашық сүрелер бар деп мәлімдейді. Оған дәлел ретінде Ахзаб сүресінің 92-ші аяты бар екенін айтады. Бірақ Ахзаб сүресінде аяттар саны барлығы 73 аят. Негізінде ол кісінің айтқан сөзі, келтірген сүресі, аяты Анғам сүресінің 92-ші аятында айтылған. Яғни Алла Тағала Мұхаммед пайғамбарға, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қарата, ол кісіге қарата, бұл Құран шаһарлардың анасы, Мекке халқын және соның айналасындағы ел жұртты ескертуің үшін түсірген кітабымыз деген. Бұл енді тура аудармасы осы. Құранды жақсы түсіну, алдымен оны дұрыс аудару керек. Сосын тәпсірлерде берілген мағлұматтарға жүгіну керек болады. Абдулла ибн Аббас соның айналасындағы жұрт деген сөзді шығыс пен батыс аралығындағы, немесе бүкіл жер шарындағы халыққа деп түсіндіреді. Демек, оған қазақ та, Қытай да, Жапон да кіреді. Демек, ислам діні жер бетінде бүкіл халыққа жіберілген дін. Міне біз осылай түсінуіміз керек. Сонымен қатар, Құранда мынадай аяттар бар. Ол Құран күллі әлемге ескерту ретінде жіберілді деп Юсуф сүресінің 104-ші аятында осылай баяндайды. Тағы бір аятта: «Уа Мұхаммед, біз сені күллі адамзатқа сүйіншілеуші әрі ескертуші ретінде ғана жібердік. Алайда адамдардың көбі мұны білмейді». Саба сүресі 28-ші аят. Тағы бір аят: «Уа Мұхаммед, күллі адамзатқа айт, уа адамзат, адамдар, шүбәсіз мен Алланың баршаңа ортақ елшісімін». Ағраф сүресі 158-ші аят. Тағы бір сүрені дәлел ретінде келтірейік. Бүкіл әлемге, адамға, жынға, әлем дегенде бұл адам да кіреді, жын да кіреді ішіне, ескерту болу үшін құлына, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды айтып жатыр, елшіге Фұрқанда, яғни Құранда түсірген Алла қандай ұлық дейді. Бұл Фұрқан сүресінің 1-ші аятында айтылған. Демек, міне осы аяттардан біз 4 аятты келтіріп отырмыз. Міне осы 4 аятта бұл ислам діні бүкіл адамзатқа, тіпті бүкіл әлемге жіберілген дін екені. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бүкіл әлемге жіберілген соңғы пайғамбар екенін айтып отыр. Бұл кісі аяттың қазақша мағынасын қате аударумен қатар, тіпті оған өзінен қосып мағына айтады. Ол кісі сол аудармада ата бабаларының жолын жалғастырушы деген сөзді қосты. Бұрынғы араб халқы пұтқа сыйынған, тура жолдан адасқан. Сонда Мұхаммед пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ол жолды қалай жалғастырады?
бұл мүлдем ақиқатқа жанаспайды. Сондай ақ бұл кісі Юсуф сүресінің 2-ші аятын келтіре отырып, яғни сендер ой жүгіртсін, түсінсін деп біз ол кітапты арабша Құран түрінде түсірдік деп, ислам діні араб ұлтына түсірілгенін дәлелдемек болады. Я дұрыс, әуелде ислам діні араб халқының арасында пайда болды. Пайғамбар да араб халқынан шықты. Бұл ақиқатты Құран сөзде дәлелдейді. Бұл жерде Ибрахим сүресінің 4-ші аятын келтіруге болады. Біз әр пайғамбарды қауымына ақиқатты ашып түсіндірсін деп, тек өз қауымының тілінде сөйлейтін етіп жібердік. Алла қалағанын адастырады, қалағанын тура жолға салады деген. Бірақ кейін басқа елдерге бұл дін халықтарға тарады. Құран сол тілдерге аударылды. Онда Құран қай тілде түсу керек еді? Әрине, пайғамбары араб болғаннан соң, бұл Құран да араб тілінде түсірілді. Біз қазақ халқын, әсіресе жастарымызды осы секілді қисыны жоқ сөздерге, күмәнді мәліметтерге ермеуді сұраймыз. Алланың мықты арқаны болған ислам дініне жұмыла жармасып, іштен бөлінбеуге шақырамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай, жаратқан иеміз дінімізге қуат бергей.